Қайырлы күн, достар. Бүгін қызылша мен сыр қызанақтан өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пісірілген қызылша, сыр, қызанақ, қаймақ, жасыл бұрыш, аскөк қажет. Әуелі барлығын кубик тәртіпте турап аламыз. Одан соң шұңғыл ыдысқа қызылшаны саламыз. Одан кейін қызанақты, сосын аскөкті, туралған сырды, жасыл бұрышты саламыз. Үстіне 2 ас қасық қаймақты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тарелкаға салып, дастарханға ұсынуға болады. Міне, достар, қызылша мен сыр қызанақтан өте дәмді, тез дайындалатын салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.